Армысыздар, бұл Жас Ұстаз YouTube арнасы. Мен Даниял Мұратұлы, және де бүгін бізде алғашқы шығарылым. Бүгінгі біздің қонағымыз Павлодар қаласының Мұзафар Әлімбаев атындағы мектептің жас ұстазы, және де Павлодар қаласының пікірсайыс мектебінің жетекшісі Есенқұл Ағаділ. Ағаділ, қош келдің. Қош келдік. Енді алғашқы сұрағымды былай бастағым келеді. Жалпы алғанда сіз мен білуімше Маңғыстау қаласының тумасы болып келесіз. Және де қалай Павлодарға келдіңіз? Айтып өтсеңіз. Маңғыстау облысынан Павлодарға біздер білім болып келген болатынбыз. Павлодар педагогикалық университеті қазіргі күнге дейін ең үздік жоғарғы оқу орындарының бірі болып табылады. Қазақстандағы сол жерге біздер білім қуалап келген болатынбыз. Жаңа айттым, мен дебат клубының жетекшісі болып келесіз. Жалпы дебаттық пікірсайысқа қалай келдіңіз? Пікірсайысқа сол жоғарғы оқу орнында жүрген кезде студенттердің арасындағы өзін-өзі басқару ұйымдарының қатарында болған. Сол кезде қызығушылығымыз ашылып, студенттермен, құрдастарымызбен бірге, замандастарымызбен бірге барып, өз ойымызбен, қызығушылығымызбен барып түскен болатынбыз. Енді жалпы алғанда күніңіз неден басталады? Күніміз сол қазіргі таңда мұғалім болғандықтан бірінші кезекте таң атпастан балаларымызды, оқушыларымызды күтіп алып, оларға барынша өздерінің потенциалдарын аша алатындай бір аураны, бір атмосфераны жасап беруден, ыңғайлы жағдайлар жасап беруден басталып, күтіп алудан, отырғызудан бастап. Енді жаңа пікірсайыс дедік, пікірсайысқа өзіңіз ең алдымен жетекші болмай тұрып өзіңіз де пікірсайыстарға қатысқан болатынсыз. Енді жеңіліспен қатар жеңіліс те жүреді, сіз сол бойынша кішкене айтып өтсеңіз. Негізінде жетістікке жеткен адамдардың көбінен сұрасаңыз, олар көп айтатыны, біздер көбі жеңілдік. Мен де жетістікке жетелеместен алдым, мен өте ұзақ уақыт жеңілістерде кезеңім болды. Сондай бірінші, екінші курс кезінде, содан кейін үшінші, төртінші курс кездерінде біздер жақсы жетістікке жетіп бастадым. Кейбір кезде бәрін тастап болды, мен 2 жыл қатарынан жеңіліп келе жатырмын, ол дейін қатыспаймын деп айтатындай адамдар болды. Бірақ та біздің түсінігімізде жеңіліс тек қана ол жаман зат емес, неге? Өйткені ол бізге өте көптеген тәжірибе береді, ақпарат береді, және соның арқасында даму береді. Соның арқасында мүмкін сол ұмтылыстың арқасында, сол ақпаратты жинағанымыздың арқасында жетістікке жете алдық деп есептеймін. Енді қазіргі таңда оқушылар дайындап жатсыз пікірсайыс бойынша, әртүрлі оқушылар келеді, ынтасы жоқ, бәлкім ынтасы болып тұрып пікірсайысқа деген былай құлшынысын аша алмайтын бала болады. Соларға қандай кеңес бересіз жалпы? Кеңесім, бұл әлемде барлық дүние бір адамнан басталмайды, немесе бұл әлем бір ғана адамнан аяқталмайды. Әрбір адамның осы әлемде алып келетін үлесі бар, алып кететіні бар. Сол себепті ол әрбір адамның қобалжымай, өзінің ойын еркін жеткізу керек, ешкімнен қорықпай, ешкімнен сескенбей. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ дейді қазақта. Сол себепті әрбір адамның айтқан сөзі және оның дәлелдеу алуы, өз ойын еркін жеткізуі, ол үлкен бір таланттың бірі. Орыстар айтады, наглость это второе счастье дейді. Қазақтарда ол өзінің ой пікірін еркін жеткізе алса, ол да бір бақыттың бір бөлігі деп есептеймін. Енді келесі сұрағым Джозеф Эдисонның бақыт туралы 3 заңынан қойғым келіп отыр. Әлденемен айналыс дейді, әлденені сүй, әлдекімді сүй, әлденені күт дейді. Сіз немемен айналысасыз, кімді сүйесіз, нені күтесіз? Айналысамын дәл қазіргі сәтте ұстаздықпен, мұғалімдікпен қоғамға алып келе жатқан өзінің барынша жеткіш шығаратын пайдаларын қоғамға өтеуге тырысып жатырмын. Екіншіден, кімді сүйесің? Өзіңді бірінші кезекте, сосын жақындарыңызды. Нені күтеміз? Әрқашан тек жақсылықты, жақсы үлкен жетістіктерді, жаңа жобаларды дамуға алып келетін үлкен ақпараттарды тек қана жақсылықты күтеміз. Енді өмірдегі ең басты арманыңыз қандай? Жалпы бұл пікірсайыспен қатысты ма? Әлде көбінесе педагогика жағына қарай? Пікірсайысты педагогикада адам болу, қалыптасу, болмысты қалыптастыру жолында бір құралдар болып табылады. Негізгі арман ретінде көрсете алатын барынша қоғамға пайдалы адам болып, тыңғылықты, жоспарланған, тыныш өмір сүру және барынша пайда ала білу және пайданы әкеле білу. Енді жас ұстазсыз,
жасыңыз небәрі 21-де, екеуміз құрдас болғандықтан келесі сұрақты қойғым келеді. Енді мінсіз адам болмайды дейді. Осы жылдың аяғына дейін сіз өзіңізде қандай жағымсыз, бәлкім өзіңізге қажет емес бір қырларыңыз бар шығар, соны қандайдан айырылғыңыз келеді, әлде ондай жоқ па? Біздер қазір жас болғандықтан тез қимылдаймыз. Сол тез қимылдау барысында тез шешімдер шығарамыз. Сол кезде біздер ағат кетіп қалатын және асығыстық танытатын кездер болады. Мен айта аламын, өзім жайында кейбір кезде мен асығыстық танытамын. Мүмкін болса қазірдің өзінде мен арылғым келетін дүниелердің бірі барынша сабырлы болу. Кейбір сәттердегі ол барлық кезде емес, бірақ кейбір сәттердегі асығыстықты азайту керек деп ойлаймын, өзімнің ойым. Енді ұстаз болғандықтан әр ұстаздың өзінің идеалы болады. Сіздің идеалыңыз кім? Менде өзімнің ең алғашқы тарих пәнінің ұстазы мектебінде болған ұстазым өте жақсы маған алғашқы бір демді берген кісі болды. Одан кейін жоғарғы оқу орындарында мұғалімдерде тарих пәнінің әдістеме педагогика мұғалімдері өте маған көп әсер еткен болады. Қазіргі таңда менің жаңағы айтады ғой, бір мектепте жұмыс жасап жатқан жұмыстастарымда маған өте көптеген бір жақсы дүниелерді алып келіп жатыр. Мен бөліп жарып бір адамды айта алмаймын, бірақ та айналамдағы ұстаздардың бәрі маған жақсы әсер етіп жатыр. Енді ұстаз болғандықтан тағы да мінсіз ұстаз деген бізде ұғым бар. Жалпы сіздің ойыңызша мінсіз ұстаз қандай болады, және де оның басты қабілеттері қандай болу керек деп ойлайсыз? Мінсіз ұстаз баланың қызығушылықтарын аша алатын адам, сәл қаталдығы бар, тәртіпке сала алатын адам, және кішкентай бір тамшы бір мейірімділігі бар адам деп есептеймін. Осындай адам мінсіз ұстаз болуы деп есептеймін. Енді мысалы бізде қазір көрермендер көріп отыр, бәлкім пікірсайысқа қатысқылар келетін шығар, дебатқа. Сізбен қандай мысалы сіз ең былай айтқанда ұсыныс жасар едіңіз? Павлодар аймағы жалпы пікірсайыс бойынша өте жақсы даму үстінде. Қазіргі таңда қалалық мектепте оқитын балалар болса, қалалық Павлодарның жанындағы жаңа көзқарас пікірсайыс мектебіне алады. Облыстық мектептер болса, Назарбаев зияткерлік мектебі бар, жастар мамандандырылған мектебі бар, Абаев мектептері бар, және біздің жоғары оқу орындарында Торайғыров университеті бар, және біздің Павлодар педагогикалық университеті бар. Президент дебат клубы, ақиқат дебат клубы, барлығымен кез келген өкілмен байланысқа шығып қатысқым келеді. Оқушы болса да, одан үлкен болса да, студент болса, одан үлкен адамдар болса да, кез келген уақытта кеш емес келіп қатысып көрсе болады. Жалпы егер сізге жеке адам барса, сіз міндетті түрде өзіңіз мастер-класс ретінде көрсетіп жүресіз ба? Міндетті түрде ешқашан бір адамның жаңағыдай қалауларын қысқартуға және оларды түсіруге болмайды. Ең болмағанда көрсету керек. Қарда не болатынын біз білмейміз. Бүгінгі біздің шығарылымымыздың қонағы Павлодар қаласының Мұзафар Әлімбаев атындағы мектептің жас ұстазы Есенқұл Ағаділ. Ағаділ, уақыт тауып келгеніңізге рахмет. Сіздің жұмысыңызға табыстар тілеймін, толағай табыстар. Тек қана алда Павлодар облысының пікірсайыс мектебінің ары қаратай жандана беруіне тілектеспін. Рахмет. Біздің Павлодар қаласының дарынды да талантты жас ұстаздарын ары қаратай тамашалағыларыңыз келсе, біздің арнамызға тіркеле отырыңыздар. Келесі бағдарламамызда жүздескенше сау болыңыздар.